Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге бекзат осындай үлбіреп тұрған блиниді әзірлейтін боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны миксермен араластырамыз. Осылайша 1-2 минут араластырамыз. Содан кейін оның үстіне қант қоспасын қосамыз. Және де сұйық майымызды құямыз. Осылайша барлығын араластырамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алуымыз керек. Одан кейін оның үстіне сүтімізді құямыз. Тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне ұнымызды себелейміз. Мінекей қыздар, біздің блиніміздің құрамы қатты сұйық немесе қатты қою болмауы тиіс. Осылай ұнымызды себелеп отырып араластырып аламыз. Мінекей ұнымыздың түйіршігі кеткенше араластыратын боламыз. Мінекей біздің блиніміздің құрамы дайын болып қалды. Енді осы блинімізді біз қазір орташа отта қызып тұрған табада пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған табаға құйып, оны айналдырамыз. Осы кезде мінекей тесік-тесіктер пайда болды. Бұл екінші жағына ауыстыру керек деген сөз. Осылайша ауыстырамыз. Бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез пісетін болады. Мінекей осылайша барлығын пісіреміз. Қыздар үйдегі бар заттармен осылай жұп-жұмсақ үлбіреп тұрған блиниді сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мінекей біздің блиніміз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай қызарып әдемі болып пісті. Сіздер де үй іштеріңізді қуантыңыздар, жасап көріңіздер. Менің рецептім сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесіде тағы да рецепттер болады. Лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.